Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Assalamu aleykum hürmetli cemaat. Kele жатқан айт мерекелерimiz құтты болсын. İslam әлемінде айттардың барлығы үлкен бір құлшылықтан кейін болады. Күнәлар кешірілгеннен кейін. Адам тауба қылып, күнәсі кешірілген кезде Алланың алдында сүйкімді болады. Бүкіл адамзаттың алдында, бүкіл жаратылыстың, періштелердің алдында ол не сүйкімді пенде болады. Рамазан айтын алатын болсақ, 30 күн ораза тұтқаннан кейін барып, ораза айты келеді. Қандай үлкен қуаныш. Аллаху субхану ва тағаланың рахматы. Рамазан айты бұл бір күн. Ал енді құрбан айты бұл аямы ташриқ, құрметті жамағат, 4 күнге дейін созылады. Бұл құрбан айты да Арапаттан кейін. Арапатта тұрған барша момын мұсылмандар дуа қылады. Арапат күні Аллаху субхану ва тағала періштелерге осы пенделеріменен мақтанады екен. Міне жан жақтан қиналып келді деп. Олар Алланы зікір қылып, тозақтан қорқып, жәннаттан үміт қылып келеді. Оны Аллаху субхану ва тағала ол пенделерінің күнәсін кешіреді. Енді қажылыққа бара алмаған адам, білесіздер, бұл Арапат күні не қылады? Ораза тұтады. Арапат күні бір күн ораза тұту, ол өткен жылғы, келер жылдың күнәсін кешіруін Аллахтан үміт етіледі. Қажылыққа барған адамдар айт намазын оқи алмайды. Олар айт күні, олар не болады? Муздалифада болады. Біз қажылыққа бара алмадық, біз құрметті жамағат, оның есесіне Аллаху субхану ва тағала сіздер мен бізге айт намазын оқуды не қылды? Мүмкіндігін берді. Айт бұл не? Қуаныш. Аллаху субхану ва тағала қуан дегенде қуансақ, бүкіл әлем, жаратылыс не қылады? Қуанады. Айт намазына осы такбир ташриқта айтып барып, жолдың оң жағымен барса, келерде сол жағыменен қайтып, айт намазы оқылғаннан кейін бәрін құттықтап, мешіттегі жамағатты, туған, туысқан ағайынымызбен ата-анамызға, ағайынымызға жәрдем берейік. Мына қиналып жатқан ағайыныңа жәрдем берсең, 2 сауап боласың. Ол қиналғанына және де туыстық қатынас. Айт күні біз өте не болуымыз керек? Көңілді жүруіміз керек. Өткен уағыздарды айттық. Осы аямы ташриқ айттың 1-ші күні, 2-ші күні, 3-ші күні, 4-ші күні бұл күндері не қылады? Ораза ұсталынбайды. Құрметті бауырларым, осы айт мерекесін қуанышпен, сергектікпен, туған туысқан ағайын, көршіге, бәріне шамамыз келгенше жақсылық қылуменен өткізсек, осы күндерді біз қуансақ, Құда қаласа Аллаху субхану ва тағала бізді 2 дүниеде иншалла қуантады. Оқыған намаздарымыз, мына тұтқан оразаларымыз қабыл болсын. Айт намазына барарда мүмкіндігі барынша біз не? Ғұсыл алғанымыз жақсы болады. Ғұсыл аламыз. Мүмкіндігі болса жаңа киім кисек, балдарымызға да жаңа киімді кигізген жөн болады. Әлбетте енді жаңа киім болмаса, таза киімді киіп, жақсы иіс суларды сеуіп, не? Айт намазына барамыз. Бүкіл Құда қаласа Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы бүкіл Қазақстандағы мешіттердің барлығына айт намазына қалған жақын күндерде жариялайды, намаз қашан оқылатын. Әлбетте біз Қазақстан жері өте үлкен, батыс пен шығыс, оңтүстік пен солтүстіктің уақыттарында аз-маз айырмашылық болуы мүмкін. Әр облыстың бас имамдардың барлығы халыққа иншалла айт намазы қашан оқылатыны жарияланады. Айт намазы оқылуменен, құрбандық шалуменен
мына аямы ташрик күндері басталады. Осы күндердегі істеген құлшылықтарымызды, бүкіл істеген ізгі амалдарымызды Аллаху Субхану ва Таала қабыл қылсын. Бізді айттан айтқа, Рамазаннан Рамазанға аман есен етуімізді Аллах Тағала нәсіп етсін. Қажылыққа кеткен апа қарындастарымыз, аға інілеріміз, аталарымыз, әжелеріміз аман есен барып, хаджил мабрур болып, елге оралуы нәсіп етсін. Ал қажылыққа бармағандарымыз иншалла келесі жылы, одан кейін жылдары қажылыққа баруымызды Аллах Тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.